Қалай ойлайсыз, ақша мен қарым-қатынастың арасында қандай байланыс бар? Сізге ақша тікелей адамдарға жасаған қызметіңіз арқылы келеді. Өзіңіздің қызметіңізді ұсыну, олар сізден сатып алу үшін сіздің айналаңыздағы адамдарға және өзіңізге деген қарым-қатынасыңыз, сезіміңіз маңызды. Егер адам өзге адамдарды құнсыздандыратын, кінәлайтын, кемсітетін, манипуляция жасайтын болса, сенімсіздік, күмән сезімдермен қараса, бұның бәрі адамның өзіне деген қарым-қатынасы, яғни өзінің ішкі жан дүниесіндегі нәрсені айналадан көреді. Адамда бір-бірінің сезімін сезінетін құдіретті сезім бар. Адам өзінің сезім, эмоциясымен, психологпен жұмыс жасамаса, онда оның бойындағы сезім, сенімсіздік, қорқыныш, тағы да басқа сезімдерді екінші адам сезінеді. Сөзбен алдау мүмкін, сезіммен алдау мүмкін емес. Егер сіз сезімдеріңізді маманмен айқындасаңыз, оларды ресурсқа айналдырсаңыз, мысалы кінәлау сезімін ризашылық сезіміне деген сияқты, онда сіз сау қарым-қатынас құра аласыз. Әрине ол сізге пайдалы, мол табыс әкеледі. Өйткені ақша адамға қарым-қатынас арқылы келеді.